Мен Айдабосынова Маншық Медетқұлқызы. Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы, Ермұхан Бекмаханов атындағы мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Білім алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Бүгінгі сабақта оқылым бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін жазасыздар. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын, түрлерін білесіздер. Ендеше әдеби тілдік нормаларға назар аударайық. Перифраз заттың, құбылыстың атын тура атамай, суреттеп көрсету, тұспалдап айту дегенді білдіреді. Жинақы мәтін бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Келесі тапсырма. Бірінші тапсырма. Оқылым мәтіні негізінде перифраза қолданып, жинақы мәтін жазыңыздар. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының бірінде мен альпинистер тобымен Алатаудың мұзарт шыңын бағындыруға шықтым. Шың басына тігілген тау желінің күшімен құлаш жая желбіреген байрақтың әсері әлі күнге менің есімде. Тәуелсіздік дәуірі дегеніміз ұлттың шыңырау шетіндегі таудың қатерлі соқпағымен жүргенімен бірдей құбылыс. Алайда біз оны да бағындыра алдық. Осы жылдарда маған көп нәрсені өз көзіммен көруге тура келді. Қауырт жұмысқа толы, сол күндердің барша ауыртпашылығы мен толқыныстарын, ұйқысыз түндерді санамалау да мүмкін емес. Мен тұтас мемлекеттердің тағдырына әсер ететін, немесе күні бүгінге дейін ықпал күшін бұрынғыша әлсіретпей ұстап келе жатқан саңлақ саясаткерлермен де қазіргі әлемнің болмысына тікелей ықпалы бар шешімдер қабылдаған адамдармен де көп кездестім. 1991 жылғы сайлаудан кейінгі бірінші жұмыс аптасында өзім 1991 жылдың 16 желтоқсанында қол қойған Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңның мәтінімен жұмыс істедім. Құқықтық тұрғыда әлемнің саяси картасында дәл осы күні жаңа тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасы пайда болды. Осылайша тарихи әділеттік орнап, бабаларымыздың ұлы арманы орындалды. Бұған дейін декларация түрінде ғана болған мемлекеттік тәуелсіздік енді конституциялық негізге ие болды. Меніңше, тәуелсіздік күні тек ресми бекітілген мерекелік дата ғана болуға тиісті емес. Бұл күннің одан анағұрлым маңызы үлкен мазмұны бар. Ол тәуелсіздік жолындағы күрестің нүктесін қоюмен бірге, оның басталған күні де болады. Бүгін әр қазақстандық оны өзінің жеке тәуелсіздігі мен табысты күні есебінде мерекелей алады. Әлем жаңа мемлекеттердің қалыптасуына мұқият зер салды. Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқы болып Түркия елі мойындады. Оқиға тәуелсіздік туралы заңға қол қойылғаннан кейін бірнеше сағат өткенде жүзеге асты. Және қазақстандықтар түркі ынтымағының мұндай көрінісін жоғары бағалады. Келесі күні Қазақстанды Ресей Федерациясы 25 желтоқсанда Америка құрама штаттары мойындады. 1992 жылдың 3 қаңтарында бұл ұлы державаларға Қытай, ал жылдың соңына дейін тағы 102 мемлекет қосылды. 1993 жылы 2 наурызда Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының пленарлық мәжілісінде Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына қабылданып, әлемдік қоғамдастықтың толыққанды мүшесіне айналды. Оқылған мәтіндегі негізгі ой. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының бірінде мен альпинистер тобымен Алатаудың мұзарт шыңын бағындыруға шықтым. Тәуелсіздік дәуірі дегеніміз ұлттың шыңырау шетіндегі таудың қатерлі соқпағы мен жүргенімен бірдей құбылыс.
Алайда біз оны да бағындыра алдық. Осылайша тарихи әділеттік орнап, бабаларымыздың ұлы арманы орындалды. Бүгін әр қазақстандық оны өзінің жеке тәуелсіздігі мен табысты күні есебінде мерекелей алады. Оқушылар оқылған мәтіндегі негізгі ойды сақтай отырып, жинақы мәтін жазуға кірісіңіздер. Іске сәт! Оқушылар, жұмыстарыңызды жазып болсаңыздар, экранға назар аударыңыздар. Жинақы мәтін. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының бірінде елбасымыз альпинистер тобымен Алатаудың мұзарт шыңын бағындыруға шықты. Тәуелсіздік дәуірі ұлттық шыңырау шетіндегі таудың қатерлі соқпағымен жүрумен бірдей құбылыс. Осылайша бабаларымыздың ұлы арманы орындалып, бүгін әр қазақстандық оны өзінің жеке тәуелсіздігі мен табысты күні есебінде мерекелей алады. Сіздердің де жұмыстарыңыз осымен сәйкес деген ойдамын. Келесі тапсырма. Берілген сөйлемдерді құрмалас сөйлемдердің түрлерімен сәйкестендіріп жазыңыз. Әлем картасында тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда болды. Оның тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Үшінші сөйлем. Мереке қызған кезде жастар алтыбақан тепті және ұлттық ойын түрлері ойнатылды. Осы сөйлемдерді қайсысы салалас, қайсысы сабақтас, қайсысы аралас екенін бір-бірімен сәйкестендіріңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударамыз. Салалас, құрмалас сөйлем. Мереке қызған кезде жастар алтыбақан тепті және ұлттық ойын түрлері ойнатылды. Сабақтас, құрмалас сөйлем. Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Аралас, құрмалас сөйлем. Әлем картасында тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда болды. Оның тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Сіздердің де жауаптарыңыз осы жауаппен сәйкес келеді деген сенімдемін. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта оқылым бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін жазалдыңыздар. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын, түрлерін білдіңіздер. Бүгінгі сабаққа 3 қадам әдісі арқылы кері байланыс жасаңыздар. Мен үшін құнды болғаны, мен үшін қызық, мен үшін не қиын болды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Келесі білім алаңында кездескенше сау болыңыздар.